облыс тұрғындары, ұстаздар мен оқушылар, ата-аналар, сіздерді бүкіл адамзат қауымына аса қымбат мереке 9 мамыр ұлы жеңіс күнімен шын жүректен құттықтаймын. Ұлы Отан соғысы бір ғасырға жуық уақыт өтсе де мәңгілік есте қалар тарихи оқиға. Ол аталарымыз бен әжелеріміздің батырлықтары, жанқиярлықтары, отан сүйгіштері мен бірліктері, аналарымыздың ерен еңбегі, мықтылығы, қайтпас қайсарлығының куәсі. Ал бүгінгі ұрпақтың алаңсыз өмірі мен бейбіт тіршілігі батырларымыздың Ұлы Отан соғысынан жеңіспен оралуының айқын желісі. Биыл міне ұлы жеңіске 76 жыл. Бір ғасырға жуық уақыт өтсе де соғыстың қасіреті мен ұлы жеңістің қасиетін еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін білері хақ. Бүгінгі 30 жылдық тәуелсіз егемен еліміздің бүгінгі жетістігінің артында соғыстың сұрапыл жылдары мен жеңістің қуанышты сәттерінің көрінісі тұр. Сондықтан да жеңіс күні ұлы мереке. Осы мерекенің құндылығы мен қасиетін дәріптеу бейбіт күннің әрбір ұрпағының саналы міндеті, азаматтың борышы деп білемін. Осы арқалаған міндетті сезіне отырып, өзімнің білім саласындағы басшылық жолымды елімнің ертеңі, болашақ ұрпаққа сапалы біліммен қатар саналы тәрбие беруді мақсат еттім. Еліміздің әрбір азаматы отанымыздың бүгінгі бейбіт тіршілігінің қасиетін ұғына отырып, елім деп еңбек етсе, мемлекетіміздің гүлдене берері сөзсіз. Біздің бейбіт өміріміз үшін қан майданда ерліктің өшпес үлгісін көрсеткен батыр бабаларымызға мәңгілік тағзым. Елімізде бейбітшілік болсын, айбынды азаматтарымыз аман болсын.